Исламда жалған мәсіх туралы ілім өте маңызды орын алады. Соңғы кездері бұл тақырыпқа қызығушылық айтарлықтай артты. Өйткені көпшілігі біздің ақыр заманға таянғанымызға сенімді. Араб тіліндегі дәжжал сөзі антихрист, яғни жалған мәсіх дегенді білдіретін Сирия тіліндегі сын есім болып табылады. Сондай-ақ түбірі дәжіл болып табылатын араб тіліндегі қолданыстағы өтірік немесе алдау, яғни өтірікші, алдампаз деген мағынаны білдіреді. Әл-Мәсіх ад-Дажжал анықтаушы арқылы алдамшы мәсіх, яғни ақыр заманда алдаушы деген мағынаны білдіреді. Дажжал әлемге өзін шын мәсіхке теңеп таныстыратын зұлым жаратылыс. Мұсылман ғалымдары яһудилер Иса әл-Мәсіхті шынайы мәсіх ретінде қабылдамағандықтан, ал христиандар мен мұсылмандар Иса әл-Мәсіхті шынайы мәсіх ретінде қабылдайды. Сол себепті де яһудилер Иса әл-Мәсіхті шынайы мәсіх ретінде қабылдамағандықтан, ақыр заманда дажжалды қабылдайтынына сенеді. Енді ислам жазбаларындағы дажжал туралы ілімдерді, әсіресе хадистерді талқылаймыз. Өйткені Құранда дажжал туралы толық мәлімет берілмеген. Абдулла ибн Омардан риуаят етілген хадисте бірде пайғамбар адамдарға әл-Мәсіх ад-Даджалды айтып, шын мәнінде Аллахтың бір көзі соқыр емес, бірақ әл-Мәсіх ад-Даджалға келетін болсақ, оның оң көзі соқыр, көзі солған жүзім сияқты. Ол қызыл түсті, денелі, шашы бұйра. Мен түсімде қағбаны тәуап етіп жүрекенмін деген. Сосын Мәриям ұлы Исаны көргенін, содан соң дәжжалды көргенін айтып, оны сипаттап, ол денелі ер кісі, қызыл түсті, бұйра басты, бір көзі соқыр екен, оның көзі солған жүзім сияқты деген. Ал алдыңғы түні түсімде өзімді қағбаның жанында көрдім. Қарасам, көзге түсер қараторы кісілердің ең сұлуы. Оның тараулы шаштары екі иығына түсіп, басынан су тамшылап тұрған. Қолдарын екі кісінің иығына қойып, қағбаны айналып жүр екен. Мен бұл кім деп сұрадым. Адамдар бұл Мәриям ұлы Мәсіх деді. Сосын оның арт жағынан тым бұйра шашты, оң көзі соқыр, мен көргендердің ішінде Ибн Катанға өте ұқсайтын бір кісіні көрдім. Ол да қолдарын екі кісінің иығына қойып, қағбаны айналып жүрді. Мен кім бұл дедім. Адамдар Мәсіх Дажжал деп айтты деді делінген. Ибн Омардан риуаят етілген осы хадисті басқа бір нұсқасында жоқ, Аллахқа ант етемін. Пайғамбар Исаны қызыл түсті деп айтпады, бірақ ол былай деді. Түсімде мен қағбаны айналып жүріп, кенеттен шашы тік келген қолдарын екі кісінің иығына қойып, қағбаны айналып жүргенді көрдім. Оның шашынан су тамшылап тұрды. Мен бұл кім деп сұрадым. Адамдар Мәриям ұлы деді. Сосын артыма бұрылып қарасам, оң көзі соқыр, бұйра шашты, көзі дөңес, жүзім тәрізді. Бұл кім деп сұрадым. Маған бұл ад-Дажжал, және оған көбірек ұқсайтын адам Ибн Катан болады деп айтылды делінген. Ан-Набас бин Самаан былай дейді. Бір күні таңертең Аллах елшісі Дажжал туралы, яғни өтірікші туралы айта бастады. Кейде ол туралы менсінбей сөйлеп, кейде оны маңызды нәрсе ретінде көрсетті. Сол кезде бізге ол пальмалардың қасында тұрғандай болып көрінді. Біз оған кешке келгенде, ол бізге бірдеңе болғанын сезіп, сендерге не болды деп сұрады. Біз, уа Аллахтың елшісі, сіз бүгін таңертең өтірікші туралы айтқанда, кейде оны кемсітіп, кейде маңызды нәрсе ретінде көрсетіп айтқаныңызда, бізге ол пальмалардың қасында тұрғандай көрінді. Сендер үшін мені ең қатты қорқытатын адам өтірікші емес. Егер ол мен араларыңда болған уақытта көрінсе, мен онымен таласқа түсемін. Ал егер мен араларыңда жоқ кезде келсе, әркім өзі үшін онымен дауласу керек. Сонда Аллах менің орныма әрбір мұсылман үшін өзімен алмастырады. Шынында жалған мәсіх Абд-аль-Уза ибн Катанға ұқсайтын бұйра шашты және соқыр көзі шыққан бір жігіт пайда болады. Және кім оның шығу сәтіне дейін өмір сүрсе,
Әркім Кахф сүресінің 1 аяттарын оқысын. Ол Шам мен Ирактың жолында көрініп, оң солына тез арада жамандықты таратады. О Аллахтың құлдары, иманда нық тұрыңдар. Біз сұрадық, уа Аллахтың елшісі, ол жер бетінде қанша қалады деп сұрайды. Сонда пайғамбар 40 күн, бір күні 1 жылдай, бір күні 1 айдай, ал бір күні 1 аптадай болады. Қалған күндері өз күндерің сияқты дейді. Бұл хадистерде Дажжалдың сыртқы келбеті сипатталады. Оның түсі қызыл болады дейді. Ол денелі, ол бұйра шашты ер адам, немесе шашы бұралған делінеді. Оның оң көзі соқыр, оның көзі солған жүзім сияқты кіріп те кетпеген, шығып та тұрған жоқ. Ол Хуза тайпасынан шыққан Ибн Катанға, яғни кәпірге ұқсайды. Қолдарын 2 кісінің иығына қойып, қағбаны айнала тауап жасайды. Ол Сирия мен Ирак арасындағы жолда көрінеді. Жамандықты оңды солды таратады. Ол жер бетінде пайғамбарлықтағыдай 40 күн қалады. Шын мәнінде 433 күн делінеді. Әбу Саид Худри былай деген: біз қажылыққа, яғни умраға, сапарға шықтық. Бізбен бірге Ибн Саид та болды. Бір жерге демалуға тоқтағанымызда адамдар әр жаққа тарап кетті. Мен оның алдында ол туралы айтылған сөздерден қатты қорқып, онымен бірге қалдым. Ол жүктерін әкеліп, менмен бірге қойды. Мен бүгін өте ыстық, сен заттарыңды анау ағаштың астына қой, дедім. Ол солай істеді. Сосын біздің алдымызда қойлар пайда болды. Ол оларға барып, үлкен тостағанмен сүт әкелді де, «Іш, о Абу Саид», деді. Мен бүгін күн өте ыстық, сүт жылы дедім. Бірақ шын мәнінде оның қолынан ішкім келмеді. Сосын ол, «О Абу Саид», адамдардың мен туралы айтқан сөздерінен арқан алып, оны ағашқа байлап, асылып өлгім келеді. «О Абу Саид, егер Аллах елшісінің не дегенін басқалары білмесе де, онда, о ансарлар, бұл сендерге де оның не екені белгісіз болып қалған жоқ. Сен басқалардан гөрі Аллахтың елшісінің не дегенін жақсы білмейсің ба? Аллахтың елшісі оның ад-Дажжал опасыз болады екенін айтқан жоқ па? Ал мен мұсылманмын. Аллахтың оның ұрпақсыз болатынын айтқан жоқ па? Ал мен балаларымды Мединада қалдырдым. Аллахтың елшісі оның Меккеге де, Мединаға да кірмейтінін айтқан жоқ па? Ал мен Мединадан келіп, Меккеге бара жатырмын, дейді. Абу Саид әл-Худри: мен оның ақталуын қабылдауға дайын едім. Бірақ ол, Аллахтың атымен ант етемін, мен оны танимын, және оның қайда туылғанын білемін, және оның қазір қайда екенін білемін, деді. Мен оған, қалған күнің текке өтсін, дедім, делінген. Бұл хадисте Ибн Саид ад-Дажжалды қабылдауға дайын едім дейді. Содан кейін ол ад-Дажжалды былайша сипаттайды: ад-Дажжал яхуди, ад-Дажжал мұсылман емес, оның ұрпағы болмайды, делінген. Анас бин Малик былай деп баяндайды: Аллах елшісінің Аспахан яхудилерінің үстеріне желбегей киген 70 мыңы өтірікшіге, яғни ад-Дажжалға ілеседі, деген, дейді. Бұл хадисте Дажжалдың ізбасарларының кім болатыны баяндалады. Оның соңынан 70 мың еврей ереді. Олар Персиядағы Исфаханнан келеді. Олар парсы орамалдарын киген. Аспахан яхудилерінің үстеріне желбегей киімдерін киеді, делінеді. Мужахидтен: мен Омар Ибн Сабит әл-Ансари, маған Аллах елшісінің сахабаларының бірі оған Аллах елшісі адамдарға өтірікшінің шығатыны туралы ескерткен күні ад-Дажжал, ол оның 2 көзінің арасында бөлек-бөлек кәфір деп немесе кәпір деп жазылған. Оны сауаты болсын, болмасын, әрбір мұсылман оқи алады, дейді. Яғни бұл хадисте былай делінеді: оның 2 көзінің арасында кәпір, яғни сенбейтін деп жазылған сөзімен келеді, делінеді. Әбу Бәкірден риуаят етілген хадисте пайғамбар Дажжал Мәдинаға кірмейді. Өйткені ол күні оның 7 қақпасының әр қайсында 2 періштеден болады, дейді. Әбу Хурайрадан жеткен риуаятта Аллах елшісі
Мәдинаға апаратын жолдардың барлығында періштелер бар. Сондықтан оған оба да, өтірікші де, яғни әд-Дажжал да кірмейді, дейді. Ал Анас бин Маликтен жеткен хадисте Аллах елшісі былай дейді. Мекке мен Мәдинадан басқа қалаларды санамағанда өтірікші, яғни әд-Дажжал жер бетінде шарламаған қала қалмайды. Өйткені оларға апаратын әр тарапта қорғаушы періштелер сап түзеп күзетіп тұрады. Ол тұзды батпаққа тоқтап, Медина 3 рет шайқалып, сонда оған ондағы әрбір кәпір мен 200-ділер шығады, делінген. Бұл хадистерде Дажжалдың жеңістері туралы айтылады. Оған Мәдинаға және Меккеге кіруге тыйым салынады, дейді. Ол Мәдинаның сыртына жайғасады. Мәдинаның 7 қақпасының әр қайсысын 2 періште күзетеді. Қала 3 рет шайқалып, кәпірлер мен 200-ділер қуылады, делінген. Анас бин Маликтен жеткен хадисте пайғамбар Аллахқа былай деп жалбарынатын: сенен сараңдықтан, жалқаулықтан, еріншектіктен, қабір азабынан, Дажжалдың сынағынан және өлімнен пана сұраймын деп жалбарынатын, дейді. Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбар былай деп жалбарынатын: уа Раббым, расында мен жалқаулық пен қарттықтан, күнә мен қарыздың ауыртпалығынан, сараңдық пен қорқақтықтан саған сыйынамын. Әрі қабір азабынан өзіңнен пана сұраймын, және тозақ азабынан өзіңнен пана тілеймін, және кедейлік пен Дажжалдың сынақтарынан да сенен пана тілеймін деп жалбарынатын, дейді. Яғни бұл хадистерде пайғамбар адамдарға былай деп ескертеді. Оларға, яғни адамдарға ад-Дажжалдың келетінін ескертеді. Сондықтан да Аллахтан пана сұраулары керек екендігін ескертеді. Аль-Мухира бин Шуба риуаят еткен хадисінде былай деген: Аллах елшісінен өтірікші ад-Дажжал туралы менен артық ешкім сұраған жоқ. Бір күні ол менен: әй балам, бұл сені неге мазалайды, деп сұрады. Расында ол саған зиян тигізбейді. Мен былай деп айттым: адамдар онымен бірге тұтастай су өзендері мен тұтастай таудай нан болады. Бұған пайғамбар: бұл оған қарағанда Аллахқа оңайрақ болады, деді, дейді. Яғни бұл хадисте оның наны мен суы мол болады. Бұл сендердің оған сенесіңдер ме, жоқ әлде Аллахқа сенесіңдер ме деген сынағы болады, деп айтылады. Әд-Дажжалды өлтіру. Көптеген исламдық веб-сайттарда Исаның әд-Дажжалды қалай өлтіретіні туралы айтылады. Осындай сайттардың бірі ретінде, мысалы, Мүфти Ильястың өз сайтында пікірі жарияланған. Бірақ біз әд-Дажжалдың қалай өлтірілетінін сипаттау үшін хадистерге жүгінеміз. Ан-Науас бин Саман Аллах елшісінің былай дегенін жеткізген: Аллах адамдарға Мәрием ұлы Мәсіхті жібереді. Ол аспаннан Дамаскының шығыс жағындағы ақ мұнараның жанына қолын 2 періштенің қанатына қойған халде түседі. Оның сары бояумен боялған 2 киімі болады. Ол басын төмен еңкейткенде басынан су тамады. Көтерген кезде інжуге ұқсаған тамшылар тамып тұрады. Исаның демінің хош иісін сезген әрбір кәпір оның иісінен жан тәсілім етеді. Исаның демінің иісі көз жететін қашықтыққа жайылып жатады. Иса Дажжалды іздеп, оны Лют қақпасының жанында қуып жетіп өлтіреді. Осыдан соң Иса Аллах оларды Дажжалдың азғыруынан қорғаған адамдарға келіп, олардың беттерінен сипайды. Иса оларға олардың жәннатта алатын дәрежелері жайында айтып береді, дейді. Яғни бұл хадисте Иса әл-Мәсіхтің әд-Дажжалды Лют қақпасында өлтіретінін көреміз. Әбу Хурайра Аллах елшісінің былай дегенін жеткізген: олардың арасынан шығатын шайтан сендердің әулеттеріңде Мәсіх сендерден орын алды деп айқайлайды. Сонда олар сапарға шығады. Бірақ шайтанның сөздері өтірік болып шығады. Ал жалған Мәсіх олар Шамға жеткенде шығады. Олар сап түзеп шайқасқа дайындалып, намаздың басталғанын хабарлайды. Осы кезде аспаннан Мәриям ұлы Иса түседі. Олар оған: кел, намазда бізге имам бол, дейді. Оны, яғни Исаны, Аллахтың дұшпаны, яғни Дажжал көргенде тұздың судай ергеніндей ери бастайды. Егер Иса өтірікшіні жайына қалдырғанда, ол жоқ болғанша еритін еді. Бірақ Аллах оны Исаның қолымен өлтіреді.
ол найзасымен қанын оларға көрсетеді, дейді. Бұл хадистен де Иса әл-Мәсіхтің сенушілердің дұғасымен қол бастағанында Дажжалдың жай ғана Исаны көргенде өлетінін көреміз. Намаз уақытында оны көрген Дажжал ғайып болады, немесе өледі, делінеді. Абдулла бин Омардан жеткен риуаятта Аллах елшісі: мен тек қана жақын арада маңызды нәрсені көресіңдер деп айттым. Қағба өртенеді. Бұл әрине міндетті түрде болады, деді. Сосын Абдуллах былай деді: Аллах елшісі менің үмметтерімнің, яғни қауымымның арасынан өтірікші ад-Дажжал шығып 40 күнге қалады. 40 күн бе, 40 ай ма, немесе 40 жыл ма білмеймін. Сосын Аллах көктен Мәриям ұлы Исаны түсіреді. Ол Уруа ибн Мақсудқа ұқсайтын болады. Сонда ол, яғни Иса, оны, яғни өтірікшіні іздеп, оны өлтіреді, дейді. Яғни бұл хадистен біз Қағбаның өртенетінін түсінеміз. Ад-Дажжал үмметтерімнің, яғни ислам қауымының арасынан шығады, делінеді. Бұл дүниеде 40 күнге қалады. 40 күн бе, 40 ай ма, 40 жыл ма белгісіз, делінеді. Аллах Иса әл-Мәсіхті көктен жібереді. Иса әл-Мәсіх ад-Дажжалдың артынан қуып өлтіреді, делінеді. Хадистерде айтылғандай, ад-Дажжалдың ақыры осылай болады. Бұл хадистерге сүйене отырып, ад-Дажжалға қатысты әрбір оқиғаның бірнеше сценарийі бар екенін мойындау керек. Әр түрлі дерек көздерінде айтылған оқиғалар әр түрлі, және тіпті бір-біріне қарама-қайшы болса да, біз ад-Дажжал туралы айтылған барлық хадистерге ортақ тақырып, оны Иса әл-Мәсіх көктен түскенде өлтіретінін көреміз. Иса мен Дажжалдың бейнесі туралы оқығанда, олардың бір-біріне қарама-қайшы екенін анық түсінеміз. Оның бірі Иса Мәсіх, екіншісі Дажжал. Құранда Әли Имран сүресінің 45-ші аятында Иса Аллахқа жақындардан болады, делінген. Ал ад-Дажжал туралы кәпір деп маңдайында жазылған. Сондықтан Исаның көктен құдіретпен оралуы және әлемді Дажжалдан арылта алатын жалғыз адам болатыны өте орынды. Бұл зұлымдықтың ақырғы жеңілісі болады. Жер бетіндегі не өлі, не тірі ешбір пайғамбарға мұндай күш-қуат берілмеген. Және ғасырлар бойы күткен әл-Мағдидің да бұл соңғы міндетті орындауға құқығы жоқ. Иса әл-Мәсіх үкім шығарылар алдын осы соңғы және ең маңызды міндетті орындау үшін көктен келеді. Осыдан кейін ғана антихристен, яғни зұлымдықтан құтылып, бүкіл адамзат сотқа дайын бола алады.